Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Тұрба қазақ, және де достар, бүгін біздер лимон емес су сатып бизнесмен болатын боламыз. Ал біз кеттік. Итак, достар, біз ойынға кіріп жатырық. И бізді осындай күшті анимация күтеді. Қараңдар, мына жерде мысық. Мынау мысық неғып тұр мына жерде? Йо. Қараңдар, мына мысық просто флекс. Окей, достар, бізге бұл керек емес. Скипті басып жіберейік и және де көрейік қазір не істеу керек екен. Так, біздер осы жерде пайда болдық. Енді біздер Start the Factory дегенді басамыз. И бізге бірінші осындай күшті зат беріледі, яғни осы жерден бізде add ingredients деген басуға болады, немесе workerді алуға болады. Так, workerге әзірше ақшам жетпейді. Expand. Бұл не бізде? Take'ті басамыз и оны осы жерге алып келеміз. Яғни бізге mix remestics и сонда не болады бұл? Trigger reaction. Түсіндім достар, түсіндім. Қараңдар. Таза суды аламыз, дұрыс па? Я дұрыс. Collect'ті басамыз и бізде бір радикальный су бар. Бұны не істейміз біздер? Қараңдар достар, мен түсіндім. Осы далада кетіп жатқан бір адамдарға осыларды беру керек. И бізге $5 ақша беріледі. Көрдіңдер ма достар? Енді біздер workerді сатып аламыз. И бізде осы адам осындай жұмыс жасайтын болады. Яғни біздер осы суды аламыз и қазір далада шығып жатқан бір адамға бере саламыз и олар сатып алатын болады. $5 ақша келді. Яғни осындай көп ақша жасай беру керек достар. Так, әзірше біз осындай материалды қайтадан алайық и осы жерге қоямыз и біздің адамымыз уже ақша үшін жұмыс жасап бастайды. Әзірше екіншісінде алсақ та болады, осы жерге қоямыз. Мынаны да жасап тұру керек. Көрдіңдер ме, ол барлығын жасамайды. Яғни тек бірінші бастапқы жұмысын жасайды. Бізге ол барлығын жасау үшін 4 жұмысшы алу керек. Әзірше бізде тек бір жұмысшы бар. Қазір не істейміз? Әзір біздер осыны өткіземіз. Тек біреу болады екен. Или екеуін бола ма? Міне кетіп жатқан адамға сатып тастаймыз. Болды, рахмет досым. $10 береді. Екінші workerді аламыз, екінші жұмысшымызды. И осылай уже 2 жұмысшымыз бар достар. Қайтадан осы жерге жүгіреміз. Осы жерге қоямыз и біздің 2 жұмысшымыз уже жұмыс жасап бастайды. Енді қазір мынаны тағы да өзіміз жасаймыз. Болды, бір су дайын. Екінші су уже дайын болып қалды почти. Үшінші жұмысшы алатын боламыз қазір достар. Кеттік, кімге сатайық? Саған сатып жіберейік досым. Рахмет. Келесін үшіншісін алайық. И қараңдар, күшті. Үшіншісі пайда болды. Енді төртіншісін алу үшін бізге $20 керек. $20 әзірше бізде жоқ. Онда әзірше былай тасыйық. Так, көрдіңдер ма? Қараңдар. И бізге просто төртіншісін жасауға қалды. Болды, төртіншісі дайын. Қараңдар достар, бізде жаңа заттар ашылды. Мен жаңа 5 капля деген бар екен, міне көрдіңдер ме, су тамшысы. Көп жинап әртүрлі заттар ашуға болады екен. Әзірше бізде ондай көп заттар жоқ, яғни бізде әлі көп ақша жоқ, сондықтан бізге $20 жинап төртінші жұмысшыны алу керек. Сол кезде жақсы болады достар. Так, бізге $100 беріпті достар. Мен енді байқадым, бізге $100 беріпті. Қараңдар. Так, мынаны да мына жерге қойып жіберейік. Жоқ, бұл дайын ингредиент. Бұл дайын ингредиент. Онда так, мынаны кімге сатып жіберейік? Саған сатып жіберейік досым. Рахмет. Болды, $5 бұл бізге берді. Екеуінде кімге сатып жібереміз? Кімге сатып жіберсек болады? Қайтадан саған сатып жіберейік досым. Кешірерсің. Көп шу болса кешіріп қой. Так, болды, төртінші жұмысын алайық достар. Төртінші жұмысшыны алдық. Енді маркетерді алайық. Маркетер бұл бізге ақша тауып беретін болады. Так, келесі не алсақ болады? Рестокер дегенді аламыз. Бұл бізде, яғни осы суды алып келіп біздер уже пассивті түрде, яғни біздің осы жұмысқа қосылмаймыз, олар өздері маған ақша алып келетін болады. Қараңдар, көрдіңдер ма? Яғни осы 4 жұмысшы бізде жұмыс жасайды, ал бұл жұмысшы бізде суды таситын болады. И уже бізге пассивті түрде осындай күшті сулар келіп тұрады. Біздің просто мақсатымыз бұларды сату болады. Ал мына адам бізге осындай $7 ақша алып келетін болады. Өте күшті. Әр 15 секунд сайын $7 алып келеді. Әзірше біз ондай кәдімгідей бай емеспіз, бірақ мен осы ойында бай боламыз деген үміттемін достар. Келесі бізде ашатын зат қандай бар? Қазір көрейік достар. Бізде келесі осындай тағы да бір агент бар, бірақ ол бізде $400 тұрады. Көрдіңдер ма? $400 тұрады. Базамыз әлі кішкентай, барлық адамдардың базасы кішкентайлау, бірақ мына жерде барын қақып кетті ма? Қалай мынау? Мына жақта тағы да бір үй бар екен, қарап келейік достар. Бұл үй кәдімгідей үлкен екен. Қараңдар достар. Мынаның үйі, қараңдар, бұл да кәдімгідей бірнеше уже жұмысшылар көп екен. Қараңдар, мына жерде 4 жұмысшы бар, 5-шісі бар. Тағы да көрейікші.
Мыякта мынада кәдімгідей үлкен ғой базасы. Қараңдар достар. Бұл адам бұл ойынды кәдімгідей баяғыдан ойнап жатқан секілді. Себебі мынаның базасында кәдімгідей үлкен көп екен адамдар. Мына жерде охранасы бар отырған даже. Жақсы, біздер өздеріміздің базамызға қайтайық достар. Әзірше бізге керек емес, ол жаққа барып біздің өзіміздің базамызды дамытып үлкен қылу керек. Біздер мыяқта уже 12 су жиналыпты. Вау! 12 суды неше долларға сата аламыз, көрейікші. Так, досым, 62 доллар. Өте күшті достар, өте күшті. Енді бізде сонда келесі мақсат 400 долларға тағы да бір менеджерді сатып алу. Так, қараңдар достар, бізде 16 су жиналыпты. Қазір 16 суды сатып, бұл адамға сатып жіберейік. 83 доллар аламыз. Және де бізде 37 су пайда болды. 37 судың орнына не алсақ болады? Қазір көрейік. Annoying Blend деген бар, Expand деген бар. Осыны алып көрейікші. Енді бізге мынаны қараңдар. Осындай күшті зат ашылды. Так, мына жерде бізде вау! Тағы да осындай күшті жер ашылды. Қараңдар достар. Бұл жерде маркетер деген алуға болады. Ол да сонда бізге тағы да ақша алып келеді. Көрдіңдер ме? Көресіңдер. Так, мына жерге 60 долларға тағы да адам алуға болады екен. Өте күшті. Яғни мына жерге тағы да 4 адам алып, екінші біздің заводымыз болады, су жасайды. Так, мынау бізге 21 доллар береді. Өте күшті, 21 доллар деген бесі. Так, 20 капляға мына жерде тағы да 20 тамшыға осындай күшті декорация аламыз. Осындай әдемі рисунокты алдық. Тағы да не бізге доступны. Әзірше бізге тағы да басқа заттар доступ жоқ, бірақ біздер мына жерде өзіміз қойып тағы да ақша таба аламыз. Қараңдар, өте күшті. Яғни біздің уже екінші жеріміз бар, осылай күшті. И осы жер арқылы да біздер осылай көп ақша таба аламыз. Так, осылай қоямыз, бұны тастаймыз. Әзірше бұл бізге керек емес. Бірақ біз 100 долларға воркерді сатып аламыз, екінші жұмысшымызды сатып аламыз. Ол да бізге күшті ақша алып келетін болады, достар. Қараңдар, ровно 100 доллар жиналды, екінші жұмысшымыз табылды. Мыналардың скиндері өте әдемі екен, қараңдар достар. Бұлар вообще жұмысшыларға ұқсамайды, шыны керек. Бұлар кәдімгідей бір өте бай игроктарға ұқсайды. Достар, біздер уже 400 доллар ақша жиналып қалыпты. И бізге, менің ойымша, 4 воркерге ақшамыз жететін. Біздер осы суды алайық және сатып тастайық. Қазір көретін боламыз. Кімге сатсақ болады? Кімге сатсақ болады? Мына жерде ұшып жүрген адам бар. Так, саған сатайық досым, 117 доллар бізге ақша түсті. Және де 71 тамшы су пайда болды. Қазір біздер келіп, мына жерде 150-ге аламыз, 200-ге аламыз и 4 жұмысшымыз пайда болды. Енді рестокер деген бар. Рестокер яғни жаңағы заттарды таситын адам. Осы суларды көріп тұрсыңдар ма? Менге игрок заттар тасып жатыр. Мына игроктың басы жоқ. Йо-майо, жақсы. Осылай тасып, бізге осындай ақша алып келетін болады. Мына қараңдар. Аның артынан пистолет. Сен барлығы жақсы ма? Қалай сенің артынан су атып жатыр? Пистолетіңді өшіріп қоясың ба өтініш? Бізде тақта су жоқ, су аз. Сен отанда болсаң бізге жұмысымызды көбейтіп жатсың. 556 доллар жиналып қалыпты және 24 су жиналып қалды достар. Так, осы судың барын өткізейік. Мыяқта адамдарды қағай берген болып жатқан адамға сатып жібердік. Шынымен мынау жатқан адам сатып жібердік суымызды. Так, машина қай жақтан келеді? Көрейікші, мен де қақып кете ала ма, қақпай ма? Көрейікші. Негізі мыяқта өте көп келіп жатыр, әртүрлі машиналар. Интересно, өзіме қызық болып тұр. Мені де қақып кете ала ма? Көрейік. И шынымен қағып кетеді достар мыналар. Мені кәдімгідей қағып түсірді. И біз жатып қалдық, болды, тұрдық. Бірақ мына қаққаны өте бір түрлі екен достар. Так, кеттік достар, ары қарай бізде 750 доллар ақшамыз пайда болды. Енді бұл ақшаны жұмсайтын боламыз. Кет, мына рестокерді аламыз и біздер екінші өзіміздің заводымыз пайда болады. Яғни су өндіретін екінші жеріміз пайда болады. И бұл автономды түрде болады. Өте күшті достар, өте күшті. Маркетерді тағы да сатып аламыз достар 300 долларға и ол да бізге күшті ақша алып келетін болады. Көрдіңдер ма? Уже 10 минуттың ішінде, даже 5 минуттың ішінде біздер 2 завод жасап, 3 адам уже бізде күшті жұмыс ақша алып келіп жатыр. Яғни біріншісі мынау, екіншісі мынау и үшіншісі міне осы адам. Осылар бізге пассивті түрде ақша алып келіп жатыр. Өте күшті достар. 31 су жиналып қалыпты мына жерде, ал екінші жерімізде бізде 26 су жиналып қалыпты. Ой, бірақ біздер бір слот қана бар екен, яғни бір затты сату үшін бір рет барып, екіншісін
тағы да барып келіп сату керек екен. Жақсы досым, онда саған сатып жіберейік. $171 таптық осы арқылы. И қазір біздер тағы да су өткізетін боламыз. Менің түсінгенімдей достар, осы ойында біздер су өткізіп, бізде тамшылар көбейетін болады. Мысалы қараңдар, мен қазір 28 су алдым. Яғни бізде қазір 150-дей тамшыдай пайда болу керек. Дұрыс па? Дұрыс, иә, 154. Яғни бұл бізге кәдімгідей бизнес емес, бізге бизнес ақша алып келетін ол осы жұмысшылар компьютерде жасайды. Яғни осы су бизнесі, олар бізге тек тамшы алып келеді. Ал тамшы арқылы біздер қазір көрсетеміне ашамыз. Қараңдар, осындай міне әртүрлі жерлерде ашатын боламыз. Яғни түсінгеніңіздей, міне көрдіңдер ме? Осы тамшылар арқылы біздер әртүрлі комнаталарда ашатын боламыз. Міне декорация қосылды, өте күшті, өте әдемі. И бізде уже $2200 бар. $2200. Енді бұл ақшаға не істейміз? Көрейікші. Influence Front Agent дейді. Тағы да бір агент қосамыз достар. Fire Acclaim дейді. Мынау $143 алып келеді о. Мынау қалай дейді сонда? Get hit a car and... Жақсы, бұл керек емес әзірше онда бізге. Так, келесі. Бізде $2100 бар. $2100 бар. $2100-ға не істесек болады? Так, мына жерге Unlock Upgrades деген бар. Бұл бізде не сонда? Вау, мынаны қараңдар достар. Біздер әртүрлі осындай апгрейд жасауға болады. Бірақ бұл үшін бізге Optoelectronic Chips керек екен. Optoelectronic Chips керек, бірақ оны қайдан алатынымызды біз әзірше білмейміз. Яғни ол где-то осы жерде бар шығар. Elgato дейді. Бұл не бізде? Қараңдар, мысық. Где әдемі мысықты пайда болды. Так, мына компьютермен жұмыс жасау керек бізге. Бір Optoelectrochip пайда болды. Енді көрейікші ал. Енді бізде біреу бар. Max Material 2-ден 4-ке дейін. Бізде біреу бар. Бізге 5 керек. Чтобы біздің жұмысшыларымыз одан да тез жұмыс жасау үшін, яғни 3 секундтың орнына 2,5 секундта бітіреді бір жұмысын. Ол үшін бізге 5 керек. Ал бізде әзірше біреу бар. Достар, біздер $1900 жинадық. Маркетерді аламыз. Енді бізде уже 4-ші адамымыз пайда болды. Қараңдар, 1, 2, 4 адам бізге уже кәдімгідей компьютермен ақша алып келетін болады. И көрейікші, салыстырып көрейікші, мынау неше доллар и мынау неше доллар алып келеді. Мынау $8, мынау $30 алып келеді. Өте күшті достар, өте күшті. $30 деген өте күшті. Так, енді мынаны алайық. Бұл бізде не? Мынауда да бізге ақша алып келетін болады. Қараңдар достар. Бұл робот осындай суды араластырып бізге ақша алып келетін болады. Бұл робот бізге қанша ақша алып келеді екен көрейікші. Бұл да бір $50 алып келу мүмкін деген ойдамын. Әр 20 секунд сайын бір $50 шығып қалу мүмкін. Қазір көретін боламыз. Бұл су алып келеді. Дұрыс достар, түсіндім. Бұл бізге тамшы суларды алып келеді. Яғни бізге ақша алып келетін болса, осы жұмысшылар, бұл жұмысшы бізге осындай тамшыларды алып келетін болады. Өте жақсы, өте жақсы. Қараңдар достар, бізде уже 60 су жиналып қалыпты. Мына жерде толып қалыпты, кәдімгідей максималды түрде толып қалды. Так, мына қызға өткіз жіберейік. Екіншісіне де барайық. И мына жақта да толып қалыпты бізде. Бізде уже 500 судай жиналып қалыпты. 500 судай. $2700 берді бізге. Өте күшті, өте күшті. Так, мына жақта үшінші контейнерді ашып алады. Так, декорды басайық. Қараңдар, осындай күшті өсімдік пайда болды бізде осы жерде. Мына жақта тағы да маркетер ашуға болады екен достар. Әзірше компьютер тағы біреуін алайық. Енді 500-ге қандай заттар келеді бізге? Не бар мына жақта достар? Не бар? Мына жақта дым жоқ. Болды. Мына комната бізде, бұл бөлме бізде уже апгрейд жасай алмаймыз. Енді біздерге осы жерде апгрейд жасау керек сияқты. Осы жерде апгрейд жасау керек сияқты. Бұл жерде не бар? Контейнер ашуға болады, бірақ бізге контейнерге ақшамыз жетпейді. Не? Better Auto Reservoir дейді. Енді бізде қазір улучшение жасаймыз. Бұл резервуарға су алып келетін, яғни тамшы алып келетін екінші заводымыз ашылды. И бұл жерде енді 2 жұмысшымыз болады достар. Суларымызды қайтадан жинап алайық достар. $3980 жиналып қалыпты. Кімге өткізсек болады? Бергеріңдер. Қыз саған өткізейік. $228 түсті бізге. Енді екіншісінен алайық. Осы екіншісі бізге ақша көбірек беретін сияқты достар, мен ойымша. Көрейікші. Қараңдар, мысалға жаңағы бізде $228 берген болса, мынау бізге одан да көп беретін сияқты. Қазір көреміз достар, қазір көретін боламыз. И бұл бізге $1900 берді. Я, шынымен де көп береді екен достар. Шынымен де көбірек береді екен. Жақсы, $6500 бар. Енді көрейік, не алсақ болады? Так, көрейік. Қандай затқа біздің ақшамыз жетуі мүмкін? Әзірше, мына жерде бізге ешқандай затқа ақшамыз жетпейді. Мынау бізге керек емес, рахмет. Так, мына компьютерді қайтадан ашамыз достар. 3 компьютер пайда болды. Енді компьютерге не алсақ болады? Көрейікші. 3 компьютерге бізге әзірше дым жетпейді.
Max Butter деген бар, 60-тан 80-ге көтеретін, және Worker Speed бар. Осыны көтерсек болады, осыны көтерейік. И енді бізде су саны, яғни осы жерде 60 емес 80 болады. 80 толған кезде алып кетсек болады. Қараңдар достар, бізде 7500 ақша жиналып қалыпты. И біз мына жерге 6-шы маркетерімізді сатып аламыз достар. Енді бізде 6 жұмысшы бар, кәдімгідей пассивті түрде бізге ақша алып келетін. Енді бұл бізге қанша доллар алып келеді? Мана бізге ең көбі 30 доллар болды. Енді бұл бізге 211 доллар алып келеді достар. Өте күшті, өте күшті. 211 доллар деген шынымен де күшті екен. Достар, біздің бизнесіміз өте қарқынды түрде дамып жатыр. И біздер қараңдар, уже 18 000 доллармен 1700 су тамшысын жинадық. Қазір біздер бұл ақшаға не келетінін көретін боламыз и не ашуға болатынын көреміз. Так, біріншісі карпет деген ашуға болады. Бұл бізде осындай күшті әдемі палас, розовый түсті, бірақ жақсы, енді қайтеміз, басқа бізде таңдау жоқ. Сондықтан қазір не ашуға болатынын көреміз. 18 000 долларға. 18 000 доллар өте көп ақша. Оған кәдімгідей бір заттар ашуға болады деген ойдамын. Көрейік. Конвейерді ашайық, үшінші, и осы жерге адамдарды алайық. Қараңдар, 3000-ға, 1500-ға, 2000-ға, 2,5. И бізде үшінші жеріміз бар, су алып келетін. Өте әдемі күшті. Так, мына жақта тағы да осындай күшті өсімдік ашуға болады екен. И мына жақта 4-ші контейнер ашуға болады. Йоу! Қараңдар, 4-ші контейнер. Бірақ оған пока что бізге ақшамыз жетпейді, себебі бұған да әзірше адам керек. Сондықтан әзірше біздер тек 3 жеріміз бар десек те болады. Қараңдар, біреу, екеу, екіншісі ар жақта, и үшіншісі осы. Бұл жерде 30 жиналып қалыпты, бірақ бұл бізде өте аз ақша алып келеді. Қараңдар, 150 доллар береді. Жоқ, 180 доллар. Бірақ ол да аз достар, өте аз. Қараңдар достар, бізде мына жерде Unlock Rocket Storage деген бар. Бұл бізде 1600 су тұрады, и бізге жаңа жер ашылды. Қайтадан чипи пайда болды. Бұл бізде не екен, мен сонда түсінбедім достар. Бұл мына жерде кәдімгідей зымыран тұр. Қараңдар, шынымен де бір зымыран тұр. Бірақ бұл не үшін керек екен, мен түсінбедім. Қараңдар, мына жақта бір кнопка тұр еще. Оны да түсінбедім, бірақ жақсы. Ары қарай пока что біздер ақша жинай тұрайық достар. Мына жерден суымызды жинап алайық. Осы суымызды да өткізейік, и бізде 23 000 доллар пайда болды. Мына жерге келіп, тағы да біздер Collect деген басамыз, 12 штук суымыз пайда болды. Бұл яғни бізде суды азырақ алып келетін сияқты, бірақ бағасы өте күшті. Как көретін боласыңдар, қараңдар, бұл бізге 2200 доллар алып келді. Өте күшті. Қараңдар, машина келатыр. Қақып кетті қайтадан барын қақып кетті. Тағы да бір хит үшін біздер 161 доллар аламыз. Енді көрейік шал. Бізге енді не затқа ақшамыз жетеді. Рестокер бар, 17 000 доллар тұратын. Бұны алайық. Бір воркеріміз бар, и екінші воркерге ақшамыз жетпейді. Әзірше ақшамыз жетпейді. Онда осы 3 воркерді ашу керекпіз достар. Екіншісін, үшіншісін и төртіншісін ашу керекпіз. Қараңдар достар, мына жерде second floor деген бар екен, и біз осыны басамыз. И қараңдар, бізде екінші этажымыз ашылды. Қараңдар, екінші этажға көтерілеміз, и бұл жерде бізде тағы да күшті заттар бар. Енді мына жерде Begin Rocket Factory деген бар. Бұл бізде 2800 тамшы тұрады. Әзірше бізде оған ақшамыз жетпейді. Сондықтан біз осы су өндіретін затымызды күтетін боламыз 2800 толғанша дейін. Ал әзірше біздер тек ақша жинай тұратын боламыз. 2850 капля жиналды, біздер тамшы суымыз жиналды. Енді келіп біздер Begin Rocket Factory деген ашамыз. Бұл бізде не? Қараңдар, біздер бұл энергетик па, әлде қалай түсінбедім. Қараңдар, мына жерден су шыға ма, или энергетик шыға ма, көретін боласыңдар. Қараңдар, жоқ, әртүрлі заттар шығады, и ол осы затты төрт бұрышты осындай кішкентай зат қылып шығаратын болады. Яқта әртүрлі заттар бар екен. Қараңдар, Mega Water дейді, 30 000 долларға, Taxi Water дейді, тағы да 30 000 долларға, и Автоэлектроник дейді, 40 000 долларға. Яғни тағы да әртүрлі мына жерде заводтарда ашуға болады. Бұны ары қарай көретін боламыз. Қазір бізге осы не алып келетінін көреміз. Так, ақша алып келе ме, әлде неше ақша алып келеді көреміз. И 10 Rocket Parts, бұл Rocket Parts бізге не үшін керек? Түсіндім достар, қараңдар, бізде мына жерде Rocket бар ғой, міне. More parts required, you get them upstairs. Түсіндік. Енді бізде 500 жинау керекпіз, и осы ракетамыз біздің ұшатын болады достар. Түсіндіңдер ма? Әзірше достар, біздер екінші воркерді алсақ болады. Екінші воркерді аштық. Енді 3 пен 4-ші воркерді ашу үшін бізге где-то бір 25 000 доллардай керек. Қараңдар достар, біздер 31 000 доллар ақша жинадық, және 3 000 тамшы су жинадық. Енді біздер қазір 4-ші заводымызды ашатын боламыз. Содан қараңдар, 3-ші воркерді аламыз, и 4-ші воркерді алдық. Болды достар, енді бұл жерге бізде тағы да әртүрлі ақша алып келетін болады, яғни тағы да су арқылы ақша табатын боламыз. Бірақ 3650 тамшыны қайда жұмсасақ болатынын қазір іздейтін боламыз. Қай жерге жұмсауға болады? Әзірше мына жерде жоқ, тамшыны осы жерге жұмсайтындай жер жоқ екен.
Онда екінші қабатқа көтеріп көрейік. Екінші қабатымызда орын бар ма екен бұны жұмсай? Я, бар екен. Міне Rocket Factory 2. Енді бізде осындайдың екеуі бар, достар. Өте күшті. Өте күшті. Кересіне 4400 керек екен. Ал мына жақта өте көп ақша керек екен, достар. Өте көп. Ал достар, біздер осы бірінші видеомызды осымен аяқтайтын деген ойдамын. Себебі екінші этаждың екінші частьта түсіретін боламын. Ал егер де достар, сендер осы видеоның жалғасын көргіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Ал сендермен болған мен Тұрбо Қазақ. Қош сау болың.